ғалымдар жұмыс істеген. Атап айтсақ болсақ, ол академик Қаныш Сәтбаев, Қазақтан шыққан тұңғыш профессор математик Әлімхан Ермеков, академик Евгений Бөкетов, ондай ағаларымыз көп осы жерде жұмыс жасаған, бастаған. Олар әрқашан бұл кісілер бізге мақтан етеміз. Әкімшілік өз тарапынан қандай көмек көрсетуге мүмкіншілігі бар. Осы мәселелерді сіздермен талқылап, ар жағынан енді бір-бірімізбен достасып тығыз жұмыс істейік. Онан кейін оның бәрін жалғастыра келіп, кешегі Мұрат Мөңкеұлы былай деген екен: аузы басын түк басқан ащы суға үйренген ұрпақ келе ме деп қорқамын деп. Ондай ұрпақты кешегі отаршылдық дүниеде біз көрдік. Жаһандану жағдайында біз оны көріп жатырмыз, неше түрлі діндердің барлығын. Сондықтан меніңше бала бақшада, жанұяда, жоғарғы оқу орындарында, орта мектепте ұлттық тәрбие берудің бір үлкен жобасы болу керек. Сол жобаны мен білмеймін, акиматтың ішінде ішкі саясат деген бөлім болса, оның ішінде идеологиялық бөлім бар ма жоқ па? Егер сондай бөлім болса, тәрбие деген ең маңызды заттардың бірі ғой. Өте дұрыс айтасыз, ғылымда тәрбиесіз үлкен бір проблема болатын нәрсе. Балаларымыз шетелге барып оқып жатыр, ол оқу керек, шетелге бару керек. Бірақ сол жақта тұрса да, сол жерде оқыса да, бірақ ертең елімізге, жерімізге пайда келу керек қой. Сондай сезімді тәрбиелеп, бірге сіздермен бірге жұмыс жасауымыз керек.